Братан, жақсылап отыр, бір демалып, тауға барайық, көңіл көтерейік. Тауға кеттік па, жігіттер? Қалай, машина ұнады ма, жігіттер? Мощный ғой машина. Айтпайсың ба жаңа машина алдым деп? Енді дүнде істең дос боламыз да. Қалай сонда? Түсінбедің? Қалай түсінбедің? Сендер ана ескі машина айдайтын адамдарды ұнатпайды екенсіңдер ғой? Досым, тауға сағат қаншада шығамыз бүгін? Бүгін бармайтын болдық. Келесі жолға қалды. Жарайды. Жарайды, онда келесі жол барамыз ғой. Не өйтіп еттің? Қойшысың. Не ақшасы жоқ. Жалпы өзде бір түрлі адам. Дұрыс айтасың, негізі бар ғой. Ол келеді ескі машинасымен драндулетпен. Бұзылып қалса такси жалдап, итеріп сүйреп жүреді, жағдай жоқ танытыры. Кеттік жүр. Не болды? Тауға баратын ақшаны мен қоспайды деп ойлап қалдың ба? Мен өзім ақшаны өзім шығарып беретін ем, сен ақшаңа қарамайтын ем. Сен ше? Такси шақырамыз, машинасы бұзылып қалады деп. Мына машина бұзылмайды ешқашан. Тауға барсаң тауға, сайға барсаң сайға барып Досым, береді. қойшы болды, не айтып кеттің сен? Қалай не айтып кеттің? Сендер қашаннан бері темірге қарап адамды бағалайтын болып қалғансыңдар сендер. Жүрістерің не мынау? Қойшы болды. Қойсай? Қалай қоям мен? Сонда сендер машинасы жаман болса оған төбесінен қарап, машинасы жақсы болса сәл жақсы қарап кетесіңдер ма? Мен сендер сияқты біреудің машинасы жаман, жақсы деп араласпаймын. Әшейін айтам, мынау негізі менің ағамның машинасы. Кешке қарай жуу қыдырайық деп жүрмеңдер. Мен жаман машинада жүрсем де адам таңдап араласпаймын мен.